Егер бізде ядролық түйме болса, немесе Қазақстан ядролық қаруды сақтап қалса ше. 1991 жылы тәуелсіздік алған кезде Қазақстан КСР-дан 1400-ден астам стратегиялық оқтұмсық пен ондаған құрылық аралық зымыран мұраға алды. Бұл елімізде әлемдегі 4-ші ядролық держава етті. Бірақ Нұрсұлтан Назарбаев бастаған ел басшылығы ядролық қарудан бас тарту туралы шешім қабылдады. Себебі экономиканың оны ұстауға шамасы жетпеді. Ел халық аралық мойындауға ұмтылды, ал Семей полигонының зардабы халықта ядролық қаруға қарсы көзқарас қалыптастырды. Егер Қазақстан ядролық қаруды сақтап қалғанда, оны бірқатар артықшылықтары болар еді. Біріншіден, ол сыртқы қауіптерді тежеудің мықты құралына айналып, тәуелсіздіктің кепілі болар еді. Ешбір держава тікелей әскери қысым жасауға батпайтын. Екіншіден, ядролық держава мәртебесі еліміздің халық аралық саясаттағы салмағын artırып, Қазақстанды жетекші державалармен тең дәрежеде келіссөз жүргізетін деңгейде шығарушы еді. Бұл жолмен бүгінгі күні Үндістан мен Пакистан жүріп келеді. Үшіншіден, ядролық арсенал стратегиялық сауданың тетігіне айналып, қарудың бақылау есебінен экономикалық және саяси жеңілдіктер алуға мүмкіндіктер берер еді. Сонда мұндай әулетке ие болу Қазақстанда орталық Азияда да, бүкіл Еуразияда аймақтық қауіпсіздіктің негізі ойыншысы ететін еді. Бірақ минустарды көп. Халық аралық оқшалау, санкциялар, көше елдермен қарулану жарысы, қақтығыстарға тартылу қаупі және технологияны жоғалту қаупі. Дамыған экономикасы мұндай арсеналды ұстау өте қауіпті болар еді. Ядролық қарудан бас тарту Қазақстан жауапты саясат ұстанатын ел ретінде танытты. Бұл шешім шетелдік инвестиция тартуға, ірі державалармен серіктестік орнатуға, жеке бейбіт сүйгіш ел имиджін қалыптастыруға мүмкіндік берді. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Қазақстан ядролық қаруды сақтап қалу керек пе еді? Пікірлеріңізді қалдырыңыздар және жазылымды ұмытпаңыздар.